жер дүние жаңарады бұл күні, барлық әлем ағарады бұл күні. Табиғаттың маужырайды келбеті, көкте күннің сәулесіне сыртыны. Көңілдердің тарасыншы салқыны, той-тойлайық әдебі мен салтының. Дастарханы жақсылыққа жайылып. Жылы өмірі жеп жатсақ деп ағайын жеп дейді ғой. Енді бір-бірімізбен рыбастыларымыз жинарлап тұрғанымен, мына кішілеріміз шынында да келіп жатқан жоқ. Міне осындайда көрсе, біз туысқан екенбіз ғой, біз ағайын екенбіз ғой деп бір-бірімен көргенде осы бір жылы-шырайып тұрады. Өзі оның үстіне алтыйға қыздалы, бір жағы жақыннан бері алыспайтын болады ғой. Сондықтан қыз алыспайтын болды. Бұрын алыспаған, кейін бастап жүрген. Атын тағып жүрген, менің атым Қаланбай, негізі мен Түскөндікпін. Негізі барлығы әрі тойдан келген ғой, Алсудан. Кейін Түскөнге жайғасамыз. Сыртта біраз жыл жұмыс істеп, елге сол кейінірек келіп, одан енді Астананың төріне келіп қалдық. Иә, сондықтан мынау мен жаңа аманкелден естіп отырмын, 34 жылы бұзылған екен дейді. 91 жыл болып дейді. Елмаса мен берге жаңағы Мұсабек жездемізден ойлап жүрмін ғой мен. Соғыс бұзылу керек деген біздің орыс емес одан бұрын бұзған екен. Аманкелді айтты. Бұл да шежіре тарихшы. Мен қолдадым. Сіздер бұзған екен. Сондықтан алты бұзған екен дейді маған. Мен қырғал бұзды отырмын. Сондықтан мынау екен. Енді бір жақында басқа жерде ауыспай, осы Жамалғанның төңірегінде кейінгі ауысып кетті ғой. Енді тұрған әңгімесі тұрсын әңгімен продан дейді, соның баға мен соның пәтерін дейді. Бастаған аяғын аяқтады. Сондықтан сол жерде ағайынның үлкендері жиналып, негізі осыны қойшылар қайтеді деп айтты, бірақ әйтеуір сол арты болмады. Сондықтан енді осы соңғы күнде сол кездескен. Енді біз Түскөнді айтайын. Түскөнде азғантай алты біраз қойып болса да, елі біраз. Азғантай қарызалыменен 20 үй оғай болған. Енді қазір көбей 40-50 үй болды, екеуінде. Енді үй мен ұйқыда ғой, бұлай жетқанда, осыған дейін. Баратын жер жоқ, айналдырып көжемді ала берген, сөйтіп алып кеткен. Мына қожалар қызын бермейді оларды. Қожадан ама, олар андай болады, мұндай болады деп, өзінде насихатта қоймаған. Сондықтан олар ама, енді осы кейін кезде қожаларға жол ашып, ағайыннан кішкене дұрыс болды қазір. Ауылдың бір 30% қожадан алып. Сондықтан кішкене өріс ауылдар. Сөйтіп енді мынау, оның артынан ағайыннан жиналып, енді алмайық дегеннен кейін, негізі кішкене тиіп болады дейді. Сұрап болады. Сондықтан мынау ағайынның ауыл біршілігі болсын. Осы туысқандық белгі, алтын қырғызалы, арқасы жабысып тұрған. Мына шет жақтарда бұлар туысқанбыз деп бір-бірінен алыспай, біздің жерде Жамалғанның төңірегінде бұны түсіндіріп, ағайынға түсіндіріп, осыны насихаттау керек. Өзі Қырғызстан мен Алтын, Талдысуда Алтынға бір колхоз, Қырғызстан ынтымақта бір колхоз болған. Екеуі бір-бірінің астында туысқан болып, сол кезде бір ел болған. Кейін колхоз тарап, екі елде бері қарай көшті ғой енді. Основной Жамалға неге Қосүйгіге келді, Қауыққа келді, 28-ге келді, 3-ші талапқа келді, 1-ге келді. Енді бір жарым әр жер келді. Сөйтіп мысалы үшін Қосүйгіде сондай, біз енді сол Қосүйгіде әдепке өстіп, мені бірікке барғанымда 9 oldu, 1-ге 9. Сонда айтады, мен Қырғызал егенде үшін болдым. Білген жоқ алты егенде. Кейін білді ғой, әйтеуір алтысында Түскөнге келген алтын. Мен мына естігеннен кейін отырар ауданында, Қызылқоңғанда көпшілік қызмет жасадым. Содан 3-ші талапта болдым. Содан Түскөнге бардық қой. Түскөн бізге енді Түскөн Алтынның астанасы ғой, былайша айтқанда. Сондықтан солай көп өскен енді. Bir-birinin ruhu sıramayı ösken solay ағайынмен. Сондықтан
ағайын менен Қырғызалы ағайынның келешек туысқан екенімізді біліп, кейінгі жастар біліп жүріп, бір-бірінен мынау біздің қанымыз қызармайық деген ем тор болып тұр. Осыны үлкендер насихаттау керек. Осы енді басқа мына жерде Амангелді отыр. Менен бұрын шешілген екеуміз қыздар көбірек менен бұрын. Сондықтан мынау қазір өзі түскенде асылымдар 6 үй болады. Қожалардан кейін екеуі почти 50%. Бұл жерде үлкен 6 үйдің отаны есебі. Ассалаумағалейкум ағаларым, қалайсыздар, жағдайларың жақсы ма? Мынау бүгінгі балаларды ұйымдастырып бас қосып отырған бұл үлкен бір өнегелі жақсы нәрсе. Мына Алтайменен Қырғызалы деген бұл кешеге дейін қызалыспаған бауырлар. Мен кеше есептеп көрдім, 91 жыл болды қызалысқанына. Оған дейін қызалыспаған еді. Ең бірінші Жақанбаев деп қой. Соғысы болсында Алтай ағайындар нүкте қойыпты. Сол басында жола жағында осы Алтай ағайындар бастаған екен. Енді нүктесінде сонымен келсін. Сонымен аяқталсын, қызалыспайық, осы болса. Бұл бауырларымыздың әр жерде жүргенде, әсіресе сыртта жүргенде алтын көрсе, кәдімгі өзінің бауырындай көреміз. Қырғызды көрсе, өзінің бауырындай көресің. Бірге бір мына Степногорскіге ағайын. Біздің елде бір қызы келді. Бұрын сол біздің келдімізде тұрып кеткен Сейілі Балпан деген кісінің қызы. Сол келіп барған жері Божбан ғой деді. Божбан деді, иә. Мына Жесей жақта, жоғары жақта Алтай, Қырғызалы, Қараша, Қаракөкірек, Ақбұлақ, Қайрат, бұл алтауы туысқан болып кетеді ғой. Содан күйеуім мазақлап, сендер бір-біріне қыз алсасын, сөйтіп отырасыңдар, тағымдарға келгенде туысқан болып кетесіңдер деп. Шынымен келгенде, біз жаңарғанның төгірегілеріне қыз алсақ, басқа жердегілер алыспайды әлі келгенде. Тағы бір еліне, ертеректе шәудірге біз бір іңгеріміз барыпты. Содан жолда мәшінемейтін жеттасын бір жеткімін қыз болады ғой. Содан сұрақ, дайын ерсін. Қырғызалым дейді, Қырғызалымыз ойналайын, бауырым десін деп сұрап, келім аяқтың қыз десе, Алтайдың қыз деп. Сөйтсем әкемше орнын тұрттым. Алтайдан басқа жерде қыз таппай қалды ма? Тоқтат мәшінем түсіп қалады деп түсіп дейді жағы. Одан жағымын жалпайып айтымын кезіп, сұрады дейді, сонда, мынауға барғаннан кейін Алтайдан қыз алдым деп айта көрме. Ұрып өлтіреді қазір деп айтты дейді. Отырған шәуірдерде сондай болған бұл екінің несі туысқанда бауырлығы кешегі Серналы тамыз менің мынау ертеректе әсіресе мынау қоқ қызылша ғой шешек дейді содан қырлыққылар білген ғой балдар Қырғызалының жесір кемпіріне жалғыз баласы бар еді сол өкінде Серналы тамыз жылап Құдай менің 4 баламның біреуі мына бейшараның жалғызын алғанша менің 4 баламның біреуін алмадым ба деп жылаған екен жаңағысы. Көрдіңіз ба? Бауырлықтың сонша белгісі. Сол кісілердің балаларының көзін көрдік қой кешегі. Бірде менің әкем сыртын ағы бетіндегі мына шиелінің үстіндегі тықырмен қолқозын пірістәрді келе жатса 48-ші жылы өлді. Содан алдының бір кісілер жүріп шауып ой сақпай келген. Мына қай шақырып Бекжұма шақырып атырып сені де Бекжұма деген қазіргі төңкерістің үсті ғой енді. Наймандардың несі үлкен басшысы болған кісі. Сол кірсе Бекжұманың аттан түсіп тұрған дейді. Содан ай сақпай кел. Кірдік кіргізіп алып бір қабаққа кіргізіп содан енді ол кісілердің жаңағы бейбіштердің шашын киген кезі ғой кіргізіп не отырған кезде бастадық дейді енді жаңағы бейбішін алып шырағым Сапайжан ағаң Серналы қайсы болды дегесі дейді жаңағы сосын жоқ қолымдағы стаканды алып болға бұрыр менің арыстай ағамды ескертетін жері осы ма екен осы жер ме деп арқаның мүлде шауып кетті әнекей туысқаны содан ағасын қойып келіп
ертең қайтқан сол жолмен өтейін деп келе жатса, жаңағы жолға адамдар қойып қойған екен. Әй сақпай келіп жатса тоқтатыңдар. Алып келіңдер деп. Содан кейін құтып алып, бір мал сойып, сұрап отырып, жаңағы сақпайдар есені ашуланатынды білмеген дұрыс емес негізі. Кешірім енді, жаңағы кешіріп жүрады деп айтып отырады. Міне, біз солай болып өскен ағайынбыз, туысқанбыз, бауырымыз. Тауда өсіп, одан өсіп, жүре өсіп, алты ағайындарды көрсек, әлі бойы біздің бауырымыздан көреміз. Кейіннен ғой бәріміздің бұзсыз болып кетіп жатқанымыз. Ағайынның ауыз бірсін жоғалмасын. Еш уақыт. Енді бұлар кеше осы жаңағында мадияр бастап, одан үлкен ағаларымыз бастап, осы Қазақстанды қояйық деп не жасады ғой? Бәтуа жасады сөйтіп, шалдар бата сөйлеп, сол батаны бұзбайық. Әр үйде, әр семьяда айтып отырсақ, құлағында жастарын сіңдіріп отырсақ, алыспайды. Апаларым, жеңшелерім сұрып қояйын жақын-жақыннан. Әлі бір ғасыр болмаған ғой, 90 жыл деген бұл түк емес. Өстім. Бұл екеуінің арқашы жабысып болған адамдардың ауыз бірсілігі бірлігі арта берсін. Бәрінде мен мына бүгінгі ұлыстың ұлы күні дейміз Рамазан айында жасап жатқан мына ұйымдастырған балаларға мұнда бір рахмет. Соған оразалары қабыл болсын, елдің дуа-тілектерін қабыл болсын. Әрқайсының басында шаңырақтарында жақсылық болсын, берекелі дастархан болсын. Игілікті спорт аман болыңыздар. Армысыздар, ағайындар. Мына бүгін мінекей Ақтөбенің қары жабылып, кереметтегі жақсы отырыстар болып жатыр, бас қосу болып жатыр. Оның басты себебі мынау артымыздан ерген інілеріміздің осы бүгінгі күнге деген талапқа түсіністікпен қарап, осындай бас қосуды ұйымдастырып, өзіміздің сонау ата-бабаларымыздан келе жатқан айтаған бабаларымыздан тараған ұрпақтың неге осындай күйде екенін ескеріп, осындай бас қосып жатырмыз. Оны ұйымдастырып жатқан мынау мінекей інілеріміз Анарбай, Самат, Пернабай, сендерге рахмет. Негізінде бұл мәселе маған дейінгіде осы шығып пікірлерін білдірген ағайындар айтып кетті ғой. Негізінде бұл дәстүр осы біздің жаңарған өңірінде негізінен қалыптасқан. Оның жобасын енді әдетінен шекарасы естіп 90 жылдың үстінде болып қалды. Осыдан 2 жыл болу керек, бүкіл осы мәселеге байланысты жаңарғанда алтана мешітінде осы мәселе қозғалып, ағайындар Қырғызалы, алты ағайындар сонау Жетісай бар, Шымкенті бар, Қызылордасы бар, жаңарғаны бар дегендей сондай үлкен мәміле болды. Сол мәмілеге қатысып, менде сол ақсақалдардың көтерген мәселесін құптап, қуанышпен қайтқан жағдайымыз бар тұғын. Негізінде бұл мәселені әрине ол жақында ғана көтерілген емес екен, мен сол жерден оққаным. Сол жерде арасы көкеміз оны сол осыдан бір 20-30 жыл бұрын бастаған екен. Бірақ қазіргі жағдайда мынау технология жоқ, цифровой нелер жоқ, телефон жоқ дегендей, ол барған жерде, амаш болған жерлерде осы мәселені көтеріп, айтып кетіп отырған екен. Бірақ ол сол айтқан нәрсе сол ауылда болмаса шошаңырақта қалды. Келгеннен бері үшінші толықта сол 6 қырды залы қожа кеңдер қыздарын ол кезде бермеді. Біз енді біздің 6 қырдылар енді алыстан жоқ деп айтуға болады. Бірақ біздер мынау үлкен талап, содағы ноғайлармен қыз алысып жаттық. Олар біздің бір қызымызды алып кетсе, біздікілер терешкемен барып трактормен олардың бір қызын алып қайтады. Сөйтіп бірде. Міне сол терешкемен алып келген айдай сұлу жеңеше мені қазір мінеке. Мәскеу жеңеше мінеке.
отырған мен одан қазір қанша ұрпақтар тарап жатыр мынау айналайын жалғыз жүр сондықтан мен өзім естелерімнен елден кеттім 8 жыл бізде 3-ші талапта 8 классқа дейін тұғын сол 8 класста бітірісімен кеттім содан ел жаққа оралған жоқпыз айналып келіп осы Астанаға тұрақтадық мінекей мынау іс-шарамыз оңынан болсын ұстаған оразаларымыз қабыл болсын отбасыларыңызда тек жақсылық қуаныш болсын бақтарыңыздан бақ азандарыңыздан от ас ошақтарыңыздан от кетпесін аманшылықта мен өзімді таныстырып өтейін келіндегі сапазынан Шайыслам Нұрекен Мұхтарұлы Есартта 14 жыл отырдым Орынбасар жобасы тұрарда бәрі мектеп қой содан мынау енді Астанаға 2001 жылы келдік мен содан бері Астанадамыз құдайға шүкір осыларда біраз ағайындар білеміз біразын басқа осы күні кеше наурыз болып жатты бұл бастан өте жақсыласқан бұрын айтып келе жатыр ғой бұл жерде я сырттан бұрын мен шәугір оқша сен уже оқыдың сол жерде класстармен оқу дегеніміз бар әлі ақболаттымызда басын өліп болады айналайын інісі ғой сенен деп әлі осы уақытқа дейін інісі ғой дейін әлі маңтайға шыққан геодорик туған бәлеміз бар соның баласын шығып сол сияқты бауырым жүре берейік бәріміз мынау бақ қайтарасың ынтымағымыз берсін дастарханымыз кең болсын еш уақытта сізбіздігіміз жоғалмасын көрген жерде сізбіздігіміз өте жоғары болсын ынтымақты болады Amin. ынтымағымыз бірге болсын Emizlerдің ағалардың айтқанындарды қосыламыз. Басымыз алған еліміздің сізбіздігіміз жоғалмасын. Ағайын туысқан болып, ағасын жүре берейік. Қос қойдым. Қай жерден? Үшінші апта. Мана бауырларымыз, толық аты жөніңіз. Сүлейменов Фатих Орбасаров. Рахмет, кетті, тұрге, тұрмыз. Өсіп тұрмаса тұрмайды. Ассалаумағалейкум ағайындар. Құнауымыздың жас бауыр, алып тілдеріміздің осы жасында қалап қуанышымыз. Біраз енді жатып көргенді атбасырып, атбасырған есебі қойды. Енді қызаныспаймыз деп, бір сұрағыстырып адымыз. Ұзағынан сүйіндіріп, келдеуде боламын, ана бауырдан өскенім. Толық аты жөніңіз. Бақ көрген бәрдәсім шейтасын болды. Рахмет. Көке, кетті. Менің аты-жөнім Мағзұмұлы Дәуренбектің. Мен де мына үшін талаптарын өткем. Бүгінгі оразалар қабыл. Рахмет. Бізде Қожайбек болып, Қоңырат деген кісінің баласының атын Бүркітбай. Мына осы бас қосқандарыңызға жақсылық болсын, ынтымағымыз бірге бола берсін. Ағамызға қосқан рахмет айтамын. Ағайындарымыз сіздің жатырмасын. Енді мынау біз енді бөлінбейміз, біз енді ұрыдан тұрамыз ғой, алты екенімізді, қырғызал екенімізді жастар білмей жатыр. Мен танымын барлығын, сонда да айта отырмыз ғой. Ассалаумағалейкум. Менің аты жөнім Жымрат Мұсабекұлы. 50-50 дейді ғой мен. Дүние билік сіздің жиенімнің жатым, алтын жатым қырғызалы. Қырғызалы. Себептің барасында сен мәкен бастаған дейді ғой. Одан да бұны бастаған екен ғой. Атым Жымрат. Террористің балалары. Рахмет. Ал, бәрекет барлығымыз айттық па? Ал енді. Мына жаққа барайық енді. Ал, бәрекет аға, өзіңіз қуаныш аға, қайсыңыз бастайсыздар? Қуаныш аға, қысқадан тұсқа, микрофон ұстап тұрайын. Жоқ, тұрып, аяғыңыз ауырып қалмай ма? Толық атын жөніңіз. Қуаныш Мұхтарұлы Шағалғаннан туған жер Алтын. Бәрекет аға. Тұрасыз ба? Тұрсаңшы. Ассалаумағалейкум ағайын. Мынау ұстаған орнынан сау болсын. Мен есімім Ғарифулла. Бұрынғы бірінші бай, қазір жаңа ауылынан, жаңа қорған ауылынан. Қыз ауылын. Рахмет, кетті. Тұрамыз ағай.
Мен есімім Зейнолла. Ғалимұлан туған інісінің жаңағы ауылынан қазір жаңағы бірінші айдан. Қырғыз ауылы. Рахмет. Мына жақта ма? Қош келдіңіз. Құрметті ағайын, ассалаумағалейкум. Есімім Алақай Серік Сапарбекұлы. Тойдың негізі жамалған ғой, өзім Ақтөбеде өскен. Алтай ағайын. Бәрекелді. Келеді, ары қарай. Дидар, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Дидар бұл есім Сұлғанбайдың баласын, Сұлғанбай деген кісінің келін көбірек. Қырғыз ауылы. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Мен Сұлғанбайдың баласымын. Келін көбірек қырғыз ауылы. Осы Дидардың інісі. Атым Ануарбек. Осы 15 жылдан бері Астанада отырмын. Келеді, ары қарай. Әкел. Ассалаумағалейкум. Есімім Бақытжан. Қырғыз ауылының мұхтары ғой. Рахмет. Келеді, бастаймыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Менің есімім Қадыр. Өскемен ауылының жасы ауылы. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Есімім Қуыс. Есімім Қуыс. Осы күні туып өскен Алтын. Кедінада болады. Осы жаққа қарап тұр. Болды. Осы жаққа үлкен қарап тұрсаңшы, теріс қарап тұрсаңшы. Ағайын мен Түркістен деймін, Алдимын. Алдим жез сұрағымын. Есіміңіз кім? Қайрат. Қайрат. Көкем аты кім? Бексұлтанұлы. Бексұлтанұлы Қайрат. Бәрекелді. Кет, ара. Ассалаумағалейкум ағайындар. Асылбаев Нұржан Сәрсенбекұлы 28 платта туылған. Түркістанда Алтай ағайын. 28 сала. Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Сама сосын сөйлейсіз. Жақта басын. Қадірлі ағайындар, мына жерде 735-ші автокөліктің 4 дөңгелегі ұрлап жатыр дейді, сонда барсын дейді хозяин. Кетті, тұрамыз. Таныстырып дейді. Билет мына жаққа қарап. Ассалаумағалейкум, мен есімім Байжан. 6-шы есімім Руым Қожбан. Осы Алтайға нағашыларымның бірге туып өсіп өндім. Бүгін балам ертіп ерасыл нағашыларым аралас. Біз де танысып тұр. Бәрекелді. Бізде өтен қоймақ бар ма деп өтеді ме? Өтен қоймақ көріп тұрмыз. Жен. 6 уже бұл кісі. 6 көріп ма? Ассалаумағалейкум. Өскемен ауылынан Қалман Қайрат, жасы ауылы 6. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Өскемен ауылынан Қалдаров Ербол Тұрғанәліұлы 6. Ассалаумағалейкум. Қонақтар. Өскемен Нәбек Қалдаров. Присай қабылда барымыз. Ассалаумағалейкум. Есімім Дәурен, Қырғыз ауылынан Дүйсен Абрайхан деген кісінің баласын. Дәурен Абрайхан. Астанада тұрамыз. Жаңа қорған. Көсемеден шыққанбыз негізі. Бәрекелді. Келесі. Менің атым Ерман Кеңес. Қабыл деген кісінің баласы. Қалай ағайын, жеңдір? Қырғыз ауылы. Алдын деп айтайын деп отырмыз. Жантас келесі жыл бәрі 6 дейін деп отыр ғой дейсіз. Ассалаумағалейкум, мен есімім Сәбит. Рәш деген кісінің немересімін. Тұрғанұлы Осенко. Бәрекелді. Кеңес деген атым ешкім білмей ма? Қосенкілік па? Бәрекелді, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, мен есімім Ермек Тұрғанұлы 6-мын. Жетісай қаласынанмын. Ассалаумағалейкум, есімім Қасым Оразбек Исмаханұлы, Жетісайдың 6-мын. Ассалаумағалейкум. Хамырзаев Нұрсұлтан Шамбақ Ахметұлы, Бара Шамилді білді осыны. Өскеннің 6-мын. Микрофон жақындасайшы, анық сөйлейді. Ассалаумағалейкум ағайындар, достар. Ертегі жазылған Әбіләзімұлы, Қырғыз ауылы, Жаңаарман кентінен болып. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум.
Елшібек Амандық Махамбетұлы, Қосенов ауылынан Алтын Қызал. Ондай түрі бар ма? Алтын Қызал деген бар ма? Алтын Қызал. Ал, кеттік ал. Жоқ, пернекең сосын сөйлейді. Бастайды. Ассалаумағалейкум. Есімім Аян. Бесарық станциясы. Қырғызалы уезінен. Ереұлы Аян Дүйсенбиев. Менің туған немере інім ғой. Ары қарай, қажы. Бері қарай, кеттік ал. Ассалаумағалейкум ағайындар. Менің есімім Алдабергенұлы Азамат. Жаңаорған ауданы, 1 май баяғы қазір Жаңарық ауылы, руым Қырғызалы. Біз Ғарифуллаға, Зейнуллаға жаңа айтып кетті, өздері тастып. Біз немере әнелері өкіліміз болады. Қырғызалы болады руым. Жаңа мектеп алтын болып барады деген Қырғызалының екі рет айтып көрдің ба? Ассалаумағалейкум ағайын. Есімім Асқар болады. Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылы, бұрынғы 1 май совхозынанбыз. Гарифулла мен Зейнулланың інісі боламын. Ал, кеттік ары. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Оразбаев Қания Әжмұратұлы. Жаңақорғаннан Қырғызалымын. Жалғастырайық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есімім Рахат. Алтынмын. Тускене Беңгізардан немересімін. Ал, нағашылардың бауырлардың ауылына қош келдің ал. Айтасың ба? Есімім Мерасыл, Байжанның баласын. Тускене Божған. Жоқ, Божған айтуға болмайды бұл жерде. Алтынның жиенім деп айту керек. Ал, рахмет, бәрекелді. Абзалды аналарымызды бір жақсы бір танысып отырайық. Осындағы аналарымыз келіп отыр. Ал, апа, қош келдіңіз. Бүгінгі өзіңізден бастайық, апа. Енді Мариям апамды білмейтін ешкім жоқ шығар. Ол кісі ешкім мұғалім болдыңыз, апа. 40 жыл осы мұғалім болған апамыз. Сондықтан да енді мұғалімдігі білесіздер ғой, микрофон тоқтат деп айта алмаймыз. Бірақ енді Мариям апаммен қысқа араласып сөйлейтін шығарайық. Барлығыңызға сәлем. Өзім кішілік қызымын. Қырғызайды Жанат деген әйел боламын. Сол жаңағы 6 жас қыз алып көбірек екен тәртіпті. Содан кейін оны жаққа жіберіп қойдым. Ол осы сіздермен араласып, сіздерді көргеніне қуаныштымын. Есімім Мария. Ажанта бөбе жапы жол сөйлесіп шеткен ба? Шеткен ба? Аба, бастай беріп бәрекелді. Менің есімім Оразгүл. Тұрып айтыңыз, аба. Билеттің арасынан Рамазан айында келгендеріңіз қабыл болсын, дәуге керемет жауапшылық екі жақ ағайындылық тапсырасыздар. Көпке рахмет, өз қабыл болсын. Құда қаласа мен Қырғызалыдан Қырғызалы келуге берген жігерімін. Сен жағынарақтарым Қырғызалы болып келеді. Әрі қабыл болсын. Құрметті ағайын туыстар, бүгінгі жиындарыңыз құтты болсын, ораза қабыл болсын, Алла берекесін берсін. Мен қалабайдың жұбайымын. Өзім кіші жүзбін, десәдің көрдім 7 ай. Атым Гүлмариям, Саматтың анасымын. Қалай бәрекелді. Алла пайда болсын. Мен анашым. Қайнағаларымда ораза қабыл болсын. Менің атым Әділ Бабалар. Баланың мамасы боламын. Айтқан тілектеріңе Алланың құлағына шалынып, қабыл болсын. Амин. Ай, бәрекелді. Ал, айта беріңіз. Сәлеметіп, Адай деген ауылдарымыздың, Албен ауылдарының келіншегі болады. Өзінің қолдарымыздың құшағымыздың айызын шынар. Айта беріңіз, апа. Айта беріңіз. Шеттен бастап.
жинасқан жылбауын қайындарын қайнағалардан білмеймін жарлықтарымызға мына ораза қабыл болсын ұлыстың ұлы күні жасап жатқан балалардың ниеттері қабыл болсын бастарымыз аман бауырларымыз құтты болсын мен Қырғызстанның келіншегімін елді көрсін анымызмын несінеймін дендерін сау бастарына аман болсын осындай бас қосу жиі болып тұрсын жаңа уәде беріп жатсыздар ғой енді алтын қырғызстанды біріңіздердің шағым жасамай жақсы сол уәделеріңізде тұрыңыздар тек жақсылық қызықшылық тілеймін барлықтарына аманшылықта болайық келер жылы келер айда оразаға кетуге жасыманына құрметті қауым, міне бүгін туысқандарға жиналып жатсыздар. Мен өзім аман-есен ет қабыл болсын. Дариға. Елдің қызсын, елдің қызсын. Ойбай. бөлімі ғой не істейміз деді не істейміз күш деген сол жағалаудан келіп автобустан атым жаңыл абыстың қыпшақтың мынау үйленің бәйгесін деп қояйын бүгінгі өткізіп жатқан жиындарымыз наурыз болсын алла тағала аман есен көргенімізді бүгінгі наурызға басып қосып отырғанымыз құтты болсын тек қана жақсылықта кете берейік. Бере беріңіз. Айта беріңіз. Мен ағайынның жолдасымын, жетіндердің қызын, кейінкілердің тұрмасын. Адыңыз. Сылатын. Оразаларыңыз қабыл болсын күндер. Мана бауына келін болып түскенмін. Қырғыздарда. Мына Дәуренбек келіншегімін. Өзім таныстаймын. Атым Гүлсім. Жауғашының қызым. Қоңырат. Қырғыздардың келіні, Зинулардың келіншегі. Қызылорданың құшағымын, Манат. Тұрып бері қарай айта беріңіз. Сәлем бердік. Оразаларыңыз қабыл болсын. Мен Қырғыздағы Ерғалидің келіншегімін. Шейіннің қызымын, Найманмын. Ой, бәрекелді. Ал бәрекелді. Екінші стол қыз. Бірінші стол мен екі стол қалды, ол шай дастарханы қалсын, иә? Үлкендердің көбісі үлкен бата сұрасақ деп отыр. Оны қалдырды. Бата сұрайық. Бата. Батана, бір кісі бата берсін. Ал, Әжібірат көкеміз қаржы екен бұл, ұмытып ма? Әжібірат көкем қаржыдан бата сұрайық. Бұдан кейін Нұрсұлтан Құран оқу. Ал, қадірмен ағайындар, стаканды қоямыз, телефонды қоямыз, алақанды жаямыз. Ел-әкәмен деп көкемізден бата сұрайық. Асырханың байлығын берсін, денің саулығын берсін, отбасының амандығын берсін, кетпес дәулет кеңдігі берсін, мынау тұтқан оразамыз қабыл болсын. Мынау бастап жатқан бастамамыз құтты болсын. Өзіндіктен дастарханды басып берсін. Әумин, Аллах акбар. Барша ағайындар, туыстар, бүгінгі туған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла барша жақсылықты нәсіп етсін. Құдай қаласа Алланың қалауымен өте керемет ұмтылып бара жатқан істі Алланың қолына алып жатқан жайымыз бар. Соны Алла нәсіп етіп, бізден кейін ұрпақтар осы ісімізді жалғастырып, тек жақсы күн болып, бірімізді ауыртып өтетін Алла нәсіп етсін. Құдай қаласа мен өзім Алтын Имамның Асқар есімді Ал, құрметті туған туыстар, мынау шай дастарханы тағы да қош келдіңіздер. Шайдан алып отырыңыздар, шайланып отырыңыздар деген ниетіміз бар. Міне өздеріңіз білесіздер, машина маймен, қазақтар шаймен жүретін халықпыз. Шайдан алып, шайланып отырайық деген ниетіміз бар. Тағы да мына оразаларыңыз қабыл болсын. Әлемді қадірменді қонақтар, мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады дейді. Енді тарауыққа баратын ағайындар бар екен, сол кісілер асығып отқан жайы бар. Енді бүгін енді бірінші рет ел ордасы, жас қаламыз, бас қаламыз, астанамызда
алды Қырғызалы бірінші рет ораза айында бас қосып отқан жайымыз бар. Баршамыздың тілектеріміз қабыл болсын деп, осынша бүгінгі барша туған туыстардың бастарын біріктіріп, жүректерін түйістіріп, ұйымдастырып атқан осындағы бауырларымды ортаға шақырсақ деп тұрмыз. Енді мынау бас қосу оңай емес, өздеріңіз білесіздер ғой. Сондықтан мынау алды ағайындан осындағы Пернабай ағамыз және де Самат бауырымыз, осы Қырғызалы ағайындан мына Анарбай ағамыз және төртінші өзім болып, есім Жандас, осы үш кісіні шақырайық, төртеуміз бір жақсы бір тілек айтсақ, ниет айтсақ деген ниетіміз бар. Одан кейін енді қадірменді туған туыстар, бұл енді үрдіс дейді ғой, үрдісті жыл сайынға жалғастырсақ деген ниетіміз бар. Енді бұл енді келер ұрпаққа бұл өнеге деген ниетіміз бар. Сондықтан да бұл үрдіс жыл сайын күрделене түссе деген ойымыз бар. Сондықтан да баршаларыңызға рахмет деп, Пернеге бір ауыз тілек ниет болсын. Рахмет Жандас, көркем. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, баршаңызды қош көрдік. Бүгінгі мына Рамазан айындағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын баршаңыздың. Ораза айы, қазақша Рамазанда исі мұсылман халықтарының ұлық мерекесі ғой. Сосын мынау түркі халықтарының мерекесі басталды, жаңару күні, Наурыз басталды. Осы үшінен бірге қосып, Қырғызстан алты ағайындардың басы оқысы көптен ойда жүреді. Осы күнге орайы келген екен, керемет, ұйымдастыру өте қиын деп жатыр. Ұйымдастыруға, ұйымдасып келген баршаңызға мың алғыс айтамын. Құралдарыңыз қабыл болсын. Ұйымдастыруға білген ағайынның бары жақсы, ағайынның бары осындайда дейді. Арқасы жабылы, сиял меніздер дейді ғой, арқасы жабысып бірге тұрған. Сүттібай бабамыздан тараған, алты балалардың соның басында тұрған алтымен Қырғызалы. Енді кішігірім қызалысып кетті, тарихта әртүрлі оқиғалар болады. Соғыс жылдарынан кейін жол бітті, сол ауыл араласып, қой араласып тұрып, жеті атамызда шежірені танытудан орыс ағайындар ажырат берді. Сол жағынан өткен кісілерге енді өте неміз жоқ қой, ренжіміз жоқ қой. Заманына жағдайлары әрекет жасаған еш етегіміз егемен ел болғанда жеті атамыз түгелді атқан жайымыз бар ғой. Көптен бері айтып жүр да, ешкім қарсы болмайды. Осының бастамасы осы көпшілікке үлгі болсын. Әр нәрсе, әр мемлекеттің бастауы Астанадан бастау алады. Бастау болып жатыр. Басқа жаққа ағайындарға үлгі болсын. Тарап саламыз, құда қаласа WhatsApp-қа осындай қадамдарымыз ұзағынан болсын, баршамызға Алланың нұры жаусын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, аман болсын. Жылдан аман есен өтіп, сіз біздер жыласып ойнап жүруге. Рахмет. Енді асай рахмет айтып кетейін мына ережеге, ұйымдастырып. Үшеуі інім ғой енді. Мен үлкенді жасап кішкене бас көзім шабыңқырамай жүрмін. Анарбайға, Жантасқа, Саматқа көп сенім арттым. Інісі бардың, тынысы бар дейді, ағасы бардың, жағасы бар дейді. Інісі мықты болса, ағасының бағасы биік тұрады дейді. Менің бағам биік тұр да, үшеуімен ат салысып, күн үстінде тынбай шауып жүрмін. Еңбек осылардікі. Алла разы болсын, бір құрметтеп қойыңыздар. Анарбайды, Жантасқа, Саматқа. Ал, Анарбай, сізге өңдеп. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Баршаңызға рахмет, мынау елеместеп, құрметтеп, қошеметтеп, мынау бір атаның баласымыз деп бас қостап, осындай бастама бастап отыр, соған жаңа сыйлап келіп жатсыздар. Рахмет. Мына жаққа жаңа біліп жатсақ, Ақтөбе жақтан келіп жатыр екенсіз, Қарағандыдан ағамыз келіп жатыр мына. Бұның бәрі керемет. Бұл бастаманы өзі біраздан бері айтып жүргенбіз. Мынау 2011 жылдан бері Қырғызалы ағайын осы Астанада жиналып бас қосамыз. Жылда Наурыз тойымыз бар өзіміздің. Өлім жетім қуаныш тойларымызда бірге жүреміз тұқай. Енді бері кере осы 3 жыл бұрын ел жақтан хабар келді. Елдегі үлкен ақсақалдар Алтай Қырғызалының жауырын жабысып туылған Сүттібайдың қолынан деп. Ол кісілер Қызалуды тоқтатты доғары дәрін. Содан бастап кездескен сайын Саматқа да айтамын, жәнегіңе де айтамын. Біз бұлай болып бөлініп болмайды. Біз 2 ай сайын мынау Астана
қоңыраттардың төрағалары жиналып отырамыз. Осы Қоңырат атаның бүткіл төрағалары 30-ның үстіндегі адам. Бұл әйтеуір осы Қоңырат ағайынның анау жағдайларын біліп солай неғып отыратын. Сол ортада айтамыз, біз екі ру болмауымыз керек, бір ру болып шығуымыз керек. Негізі алтыда бір ру болып шығуымыз керек. Жаңағы алты қырғызалы, қараша, қаракөкірек, ақболат, қайрақтымыз алтыдан бірге жүруіміз керек. Енді бастамасы мына жаңағы айта әйтеуір бір түбінен де жеткенге шүкір ғой. Қай тірлікті бастасам, оның қызығын көрген қандай керемет. Міне, айтпай екі ағайын жақта ақылдаса келе бәріміз жиналып, міне баршаңызды көріп жатыр, танысып жатыр, керемет. Ал Рамазан айына баршаңыз аман-есен жете беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Кім болса да ел басына сабыр берген заманда осылай. Сіз де біз де бір-бірімізді іздеп жүрейік, амандық болсын. Кейінгі жастарға өнеге болсын. Ал енді келесі жылға деп бастамасын шет жобасын айтып отырмыз. Мынау Қырғызалыдан бір екі жігіт, Алтайдан бір екі жігіт шығып, әр осы ораза айында бір ауызашарға жиналатынға бас қосып отырса, қалай қарайсыздар? Жылында бір рет. Осы форматта да осылай Алтай Қырғызалы жиналып, Алтай жағынан екі жігіт ағайындап қойсақ, біз Қырғызалы жағынан екі жігіт, өзімізде әр руда чат бар ғой. Соны осы ораза жақындағанда бастап қимылдап осылай бір жиналып, бірге ауыз ашып, осылай бір еске салып құран оқып отырсақ, қалай қарайсыздар бұған? Үлкенде дұрыс па? Бұл бастама. Әйтеуір жақындата берсек, мынау әр жаңағы тәрбие тарих өз шаңырақтан отбасынан шығады. Мынау әрқайсымыз жүрген жерде Алтай мен Қырғызалы ағайын екенін бала-шағамызға айта жүруіміз керек. Ол Сүттібайдан екі жауырын жабысып туылған деп біздің аталарымыз, әкелеріміз солай үйретіп кеткен. Сол жауырын жабысқан ағайыннан шыққаннан кейін оны кейінгі жастарға айтып, қазіргі жастар білімді, айта қалсам тез жүрегіне де миына да болады олар. Соларға айтсаңыз, солар әлеуметтік желі арқылы таратып, барлығын мына жақсы жақындатады. Сол жайлы әрқайсымыз жанұямызда осы жайлы көптеу әңгімені қолдасақ. Если жаңағы тарихи әңгімелер болса, ақсақалдар чаттарға салып отырсаңыздар, мынау Алтай Қырғызалының үлкен аталарымыздың әңгімелерін қандай қалай болғанын, соны біз жас бүлдіршін балаларға жеткізіп отырсақ, мына жаңа айтып жатыр, бетең Астанадан бастама алып жатса, әрине бұның бәрі елге де жетеді, жақсы күндеріміз болсын. Амандық болсын, еліміз сау болсын, жақсы күнде той күнде жолығайық. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгін жиналған Алтай Қырғызалыдан тараған барлық ағайындар. Мынау келген оразамыз қабыл болсын, ниеттеріміз қабыл болсын, Аллаға сансыз шүкірттер болсын. Жаңағы айтады ғой, Алланың есімі айтылмаған жиын бұл бос жиын болған екен деп айтады. Сондықтан осы жерге басымызды қосып, өзі бұйырған несібеден аузымызды ашып отырған осы Алланың қалауымен болған нәрсеге бір шүкіршілік етіп қояйық. Алла тағала мына екі атадан тараған ұрпақтардың ауызбіршілігін берік қылсын. Осыдан 2-3 жыл бұрын деп Мадияр ағамыз ел жақта ұйымдастырып, Мейрамбек ағамыз болу керек, Қырғызалы ағайындар. Екі жақа екі ағайын жинап, бүкіл Алтайдағы Қоңыратқа жария жазып, жастарға өнеге қылайық, қыз алыспайық, тоқтатайық деп мәмілеге келген күннен бастап, біз мынау жантас бауырымыз екеуміз осы Алтай Қырғызалы болып, мынау Қоңыраттан тараған 25 атаның бас қосуына төраға болып қатысып жүрген жылы біз бірден жарияладық. Біз ендігі бас қосудан бастап екі ата бірге ас береміз деп. Алла жазса, ол ас берудің кезегі күні осы ертеңге келіп тұр. Алла жазса, ертең осы мейрамханада Алтай мен Қырғызалы екеуі бір ата болып төрағаларға ас береді Алла жазса. Сондықтан мына ағайынға бүгінгі мәмілеміз, пәтуамыз, астаналық пәтуамыз берік болсын. Алла ұзағынан болсын, не берсе де қайырмен берсін. Әр отбасыға қызықшылық, аманшылық болсын. Тәрбие еткен ұлдарымыз ізгі ұрпақтан, біз ұмытсақ та біз ұмытпайтын ізгі ұрпақ салиқалы ұрпақтан болсын. Алла тек осындай жақсылықта, амандықта, қуанышта жүздесіп нәсіп ете берсін. Өзім таныстырмаппын, менің есімім Самат, Қаланбайұлы Самат.
Түркіскен ауылынан Алды ағайынмын. Осы Астанаға келген уақыттан бастап бірер жылдың жүзінде Алды ағайынның басын осы жерде қосып, төрағалық қызмет атқардым. Одан кейін Пернебай ағамызға тапсырдық. Енді Қырғызал ағайындар наурызды басқа жөнінен сіздер бізге үлгі болдыңыздар. Сіздерге қарап біз біртіндеп қосылып етек жинап, алла жазса енді мынау ағайындар ауызбіршілігіміз болса, алдағы наурыздардың бәрін керемет қылып бірге өткіземіз деген жоспарымыз да бар. Алла сол күндерге жеткізе берсін. Оразамыз қабыл болсын. Әрдайым амандықта, жақсылықта қауышайық. Алла разы болсын баршаларыңызға. Құрметті ағайындар, кешірім өтінеміз. Өзім таныстыруды ұмытып кеттім ғой. Енді Әбенұлы Пернебай, туып өскен жерім Түркіскен. Кейінгі 15 жылдан Астана қаласында тұрамыз. Түркіскенді алтаймыз. Әкеміз танитындар барша, үлкендер. Жаңа Алты Қырғызалы деп жатыр. Алты басында тұр ғой енді. Алты атамында аға баласы ғой шамасы. Аға баласы бастайды, біз ойлауымыз керек, көп ойлап қоймас ама дегеніміз, осыны біз ұйымдастыру керек еді негізі. Кешірім сұраймыз. Мына екі жігіт ептілік жасап берді. Іні баласы бастап берді. Ол да бір жақсылық нышаны шығар. Енді мына эстафетаны біз аламыз. Осы форматта Құдай қаласа аманшылық болса ұйымдастыруды біз ендеше осы форматта наурыз келеді апрель айында оразаны осы біздер мына мерекпен қадірімізді ортаға топқанда шақырамыз қазір. Біз аламыз, жалғастырамыз. Құдай қаласа жақсылыққа келсек сол. Кешіріңіздер, таныстыруды ұмытып енді Қалдыбеков Бұқарбай деген кісінің ұлымын. Шыққан жерім Келінтөбеден. 95 жылы мектептерді содан кеттім. Қазір осы Астанада тұрып отырғаныма 20 жыл болды. Ертеңге ағалар көңілдер естіп отырсыздар. Мынау 28 атақты орақтың өткен 2 ай сайын берілетін асын тамағын берейді отыр. Қолдарымыз достықса келіп, ағайынның несін көрсетіп отырмыздар. Ақсақалымыз бар, елдің тасберлері бар деген. Не деген шапалақ Құдай-ау, шапалақ жоқ қойсаңыздар. Бір минут өзі 3 минут көп. Мынау жантас үнемі асабаға ғой, асабаға ешкім сөз бермейді, арнайы сөз берейді. Осының басқасында жүрген, осының ыстығына, суығына төзіп жүрген, осындай қиыншылықты сезіп жүрген, аяғы жақсы болатынын біліп жүрген жантас бауырымызға арнайы сөз берейді. Kendine жұмыста болып кемаққан деген ақталып жатыр ғой шын. Ендігі бәрекелді, қадірменді ағайын, туыс, туғандар, бауырлар, бүгін енді мына енді Астананың төрінде, Қаракөлдің жерінде, Құдайға шүкір, өздеріңіз білесіздер ғой, бұрын келгендер 97-ден бастап келген ағайындар бар. Ол заманда қандай еді? Бірінші юг болды, одан кейін районға бөліндік. Одан кейін мына Құдайға шүкір өзіміздің туған туыстарымызды, бауырларымызды тауып өсіп жатырмыз. Ол кезде енді көбінесе орысша сөйлеп, шүлдірлеп жүретіндік. Бізде енді келгенімізге 22 жыл болыпты. Құдайға шүкір мына ағайын туыс болып, елге қарай қайта-қайта жалтақтамайтын заманға келдік. Құдайға шүкір деп есептейміз. Ал енді мынау ағаларымыз сөйлеп кетті, көкелеріміз сөйлеп кетті. Енді мына шамал мен регламентті ауыстырайын. Барлығы қайталанып отырып, барлығымыздың дұға тілектеріміз қабыл болсын. Енді мына Астана қаласында өздеріңіз білесіздер, Қоңырат ата ұрпақтары 2014 жылдан бері бас қосып келе жатыр. Енді мына Амангелді көкеміз айтады, бір жерлерде 29 ата дейді, бір жерлерде 25 ата дейді. Негізі көке неше ата өзі Қоңыраттікі? 31 ата. Оның екеуі Өзбекстанда ма? Өзбекстанда жатыр ма? Қалай болды? Төртеуі жоқ қой әлі. Төртеуі жоқ па? Бірақ 31, 28-і бар ғой. Енді мына Астана қаласында 25 атадай 2 ай сайын бас қосамыз. Енді алдында бірінші Алты ағайындар бір дастархан жайынен, Қырғызалы ағайындар бір дастархан жайынен, қазір Құдайға шүкір 1 жылдан бері қазір Алты Қырғызалы бірге жүреміз. 2 ай сайын бір айда Алты ағайындар бар, бір айда Қырғызалы ағайындар бар. Осы төртеуміз кезек-кезек барамыз.
Ал енді айтайын деп тұрғаным, отырыс жайлы болсын, дастархан майлы болсын. Енді мынау өздеріңіз білесіздер, 2015 жылдан бері әр ата бізде шай беріп келе жатыр. Бірінші мынау Құрбан ата ағайындар 14 жылы берді. Одан кейін мынау 15 жылы жетімдер ағайындар берді. Оның енді форматын айтайын. Форматы мысалы үшін жетімдер ағайын өз ағайындарын бас қосады. Сонда бір 25 атадан әрбір атаға бір стол береді. Оны өздеріңіз білесіздер. Жыл сайын келіп жүрсіздер. Енді ол формат қазір осы 2025 жылдан бастап өзгерді. Қалай өзгерді? Ендігі формат Құда қаласа биыл алды ағайындар береді. Алды ағайындар әрбір атадан 12 кісі шақырып отыр. Бір стол. Енді біз алды қырғызалдан біз 2 ағайын болғаннан кейін алтыдан келетін боламыз. Алды ағайыннан алды ағайын, қырғызалы ағайыннан алды ағайын. Ендігі біздің алты ата, мынау жаңа айттық қой жаңа, алты атамыз Құда қаласа 28 жылы Амангелдіге өткенде Нұршөке айтып едік қой мынау 26 жылы алайық деп. Біз жеребе тастап 2028 жылы алдық. Құда қаласа алты ата болып Астана қаласында бір 500 адамға Құда қаласа деп шай беретін жайымыз бар. Сондықтан соған дайындала жүріңіздер. Биыл 25 жыл, әлі бізде 3 жыл уақыт бар. Алтыда өздеріңіз білесіздер, Алты Қырғызалы, Ақболат Қайрақ, Қараша, Қаракөкірек, және сол кісілер барлықтарымыз бірігіп шай беретін боламыз. Оған дейін дайындала жүріңіздер. Тағы бір мәселе, бұрын біз бесплатно баратын едік қой, ағайындар шақырғанда. Қазіргі заманда көбісі қалталары шамалы ауыртпалық түсіп, біз енді әрбір атадан 120 мың теңге ақша жинап беретін болдық. Неге? Өйткені мынау мысалы үшін көп кісілер мынау үлкен аталарымыздың шамалы олар көптеу, біз азбыз. Сондықтан да бізге ертең дастархан жаятын кезде алтыда біз енді жайған кезде қалтамызға ауыртпалық түспесін деп әрбір ата бізге 120 мың теңгеден әрбір столға төлейтін болды. Өйткені біз созылып баратырмыз, жасамай баратырмыз, біз азайып баратқаннан кейін. Сондықтан да құлақтарыңызға алтын сырға, Құда қаласа биыл 2025 жылы майдың 18-інде Қорғалжын трассасында 500 адамға дауыс беріп жатыр, алғы ағайындар. Сондықтан сол ішінен ақсақалдардан 2-4 кісі шақыратын боламыз да, қалған мына жастар жағынан, спорт жағы болсын, басқашы болсын, 12 кісі 10 теңгеден қалтамызға келетін боламыз. Оны айтарға отырайын деп жатқаным ғой сіздерге. Енді жаңа айтып жатқан ағайындар формат бізде енді мынау Алты Қырғызалы жыл сайын бұл үрдіске айналдырсақ па деген ниетіміз бар. Сондықтан да біздің енді Анарбай ағамыз екеуміз күніге жүгіре бермейік жыл сайын. Бізден де мына Қырғызалы ағайындар 2 жігітті ортаға шақырайық. Және де мынау пернеге өздері жатып 2 жігітті сайлайық. Ал енді мынау отдельно ол Наурыз Қырғызалы Алты ол бөлек. Ал жыл сайын дәстүр үрдіс ол бөлек болсын. Сол үрдісті жалғайтын осындағы бізде 2 жігітті ортаға шақырсақ деп тұрмыз. Біреуі Ақылбек, Ақыл, екіншісі Жамболат ортаға келіңіз. Пернеге эстафетаны жалғайтын жігіттерді ортаға шақырыңыз. Бізден ортаға Мерет пен Қадыр шақырайық. Келіп эстафетаны қабылдап алыңдар. Келіңдер ортаға. Ал бәрекелді, келіңіздер. Әлем мынау бұл формат қиын іштеген жоқ. Әрбір қалтасына келетін аузы жабын өзінің тиын салғап келеді. Сіздер барасында текіні базарлап келесіздер осылай. Ол басқа ештеңе жоқ, проблема жоқ. Сол айтайын деп тұрғаным. Медет және де Қадыр Алты ағайындардан. Келесі жылы февральдың 18 басталады. 18-ден. Сондықтан январдан бастап жайлап ағайындардың сәлемдерін жолдай бересіңдер, күніге мейлар ашта бересіңдер, қайдасыңдар, қайдасыңдар. Ал, аға, жәке, эстафета. Бұл жерде тек ақшаны жинап беріледі. Қанша ағайын келетін білесің, базарға барасың, ол басқа жоқ проблема. Сондықтан да үрдіс құтты болса, бірді бол шапалақ соғып болыңыздар. Ал, рахмет, енді тарауға келетін ағайындар бол екен, сондықтан да қазір қысқадан нұсқа тағы да бата сұрайық, одан кейін жайлап шай ішіп отырамыз, әрекелді. Ау, сөйлейтіндер болса, мен апаларымды ұмытып кеттім, апалар келген, мен тілек бермей деп жатырмын, апаларына бір жақсы бір тілек қылсам. Рахмет баршаларыңызға. Жоқ, сөйлетке шығыңдаршы, эстафетаны алғандар, ертең өзгеріп кетеді. Кел.
Жоқ, орта болсаңызшы ма? Жан-жағынан тұрайық та бұл кісілер. Қоршап тұрайық. Дастарханым кең екен, дәм-тұзым мол екен, тойың тойға ұласып таси берсін берекен. Өмірлеріңізге жұлдыздың қашықтығын берсін, көңілдеріңізге аспанның ашықтығын берсін. Алатаудың айбынын, Қаратаудың байлығын, Құдайдан не тілесеңіздер бүгінгі ағайындарға Алла барша тілектеріңізді берсін. Жаратқан тілеуіңді берсін деймін, ағайын тек қуаныш көрсін деймін. Алладан не тілесең қабыл болып тілегіңді әрқашан берсін деймін. Я Алла, бүгінгі бастап отқан жақсы ісің басталған. Ой, ұмытып қалдым ау. Шабыт кеп шығып қалдым, тоқтап қалдым. Басталған әдемі жақсы істерің мәңгілік жақсы жаққа жүрсін деймін. Алла қаласа осы істі тек ауыл жаны қорған туған туыс емес, әлем елі мәңгілік Алтай мен Қырзал деген ұруды білсін деймін. Амин Алла. Ал енді қадірлі ағайындар, бүгін 2025 жыл. Бүгін енді наурыз айының 15 күні осындай ұлттық киімді киіп келген апаларымыздың, аналарымыздың, жеңгелеріміздің өнерін тамашаладыңыздар. Осындай әрдайым әрқашан жүре берсін бір қол шапалақ соғып қойыңыздар. Енді бас жүлдені жеңіп алған осындағы Бөпежан апамызға бір қол шапалақ соғып қойыңыздар. Бөпежан апа, Каспий бар ғой? Каспий жоқ дейді. Кім Каспиймен береміз? Терге балын Каспий дедіңіз ба? Жоқ, кім Каспий бар? Үш кісі аударайын деп тұр. Жоқ, келемді, ұшсың. Ғарифуллаға 15 мың атады. Ана кісілер бесілдің ғой, Ғарифуллаға 15 мың өзі. 15 мың бар? Енді қайқырат өзі наличка бар. Бәрекелді, Ғарифулла, аға, Бөпежан апамызға 15 теңге. Кетті. Қуаншаға қанша? 10 мың ба? Бәсінші көдір болайық. Сізше қанша? Онда медет маған шығарып алдық қой үшін. Так, медетке алыршы, екеуіңнен 10 мың аудандыш, медет маған медет қашамайды сосын айтып атқаным ма? Олардағы медетке 25 теңге медет сіз аударған. Исатай, кімді аудардың? Маған жердің ба? Мен сөйлеген үшін асам бола ма десең? Ойнап айтамын. Так, Бөпежан апамыз кетті. Ана Орынкүл апамыз, Оразкүл апамызға қол шапалақ соғып қойыңыздар. Екінші орын. Бірінші орынға Бөпежан апамызға карточка береміз. Бізде 20 мың теңге қалды. 20 мың теңгенің 15 мың теңгесін медетке аударыңдар. 20 аударма, онда бізде 5 мың теңге қалды. Тағы 5 мың теңгеге 5 мың теңге аударатын бар ма? Мен екінші орын. Исатай? Жоқ. Қойылды. Байжан, жиен аударасың ба? Медетке жібересің ба? Медет сенде 10 мың теңге бар. Дұрыс па? Енді тағы бата айтатын ағайын бар ма? Бата. 10 мың теңгеге бата айтатын ағайын бар ма? Алла бақ берсін, адалын берсін, ақ берсін, жортқанын жолын берсін, тілегенін берсін. Аллам қос халқыма амандық денсаулық берсін. Келесі. Бисмиллахиррахманиррахим. Уа жаратқаның құдіреті, ниетімізді қабілет, иманымызды кәмілет, баршамызды жарлы қауым қамнет. Берген Алла алмасын, жаманшылық болмасын, осы отырған жамаға берекелі бірлік орнасын. Әр уақытта ата бабалар баршаңызды қолдасын, таудай талап берсін, талмайтын қанат берсін. Отбасыңызға баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тұрлаулы ат берсін. Жорытқанда жолдарың бол, бір Аллахың қолдасын. Амин. Екінші орын бізде Асқар мырза бата сөз айтқан. Бұл шапалақ соғып қойыңыздар. 8-701 440 94 51. Асқар. Асқар бұл шапалақ соғып қойыңыздар. Алдырма келер? Бол сенеміз енді. Менің қалтамда Исатайдың берген 5 мың теңгесі бар. Беріп қойдың ба? Бәке, бақчаға кел. Құдайым оңдасын, аруақтар құдайым қолдасын. Құдайым жаздай берсең, жазбай бер. Құдайым көктем берсең, көктем бер. Құдайым күздей берсең, күздей бер. Алла бергенінен танба, әрқашанда елімізге тыныштық, басымызға береке, бірлік, ауыз біршілігіміз мол